Бүгінгі сабағымыздың тақырыбы қоршаған орта, табиғи ресурстардың түрлері. Оқу мақсаты: оқылым және тыңдалым материалдары бойынша мәтіннің баяндау желісін сақтап, әр бөлігінен алынған ақпараттардың жинақы мәтін, аннотация, тезис жасау, сөйлем ішінде бірыңғай мүшелер мен айқындауыш мүшелерді қолдана білу. Табиғи ресурстар екіге бөлінеді: сарқылмайтын және сарқылатын. Сарқылмайтын ресурстарға күн радиациясы, жел энергиясы, толқындар, су, ауа жатады. Сарқылатын ресурстарға қалпына келетін жануарлар, өсімдіктер, топырақ, құнарлық жатады. Қалпына келмейтінге пайдалы қазбалар жатады. Табиғи ресурстар адамның өз мұқтажын қамтамасыз ету және көздеген мақсатына жету үшін пайдаланатын қоршаған ортадағы заттардың, құбылыстардың, табиғи денелердің жиынтығы. Оларға ауа, күн, жел, су, жер, орман, табиғи құрылыс материалдары, пайдалы қазбалар және тағы басқалары жатады. Адамдар өте ерте заманнан табиғат ресурстарын өздерінің керегіне жаратып келеді. Ол кезде табиғат байлықтары мол, ал оны жұмсау аз болғандықтан адамдар олардың орнын толтыру, қалпына келтіру сияқты мәселелерге көп көңіл бөлмейтін. Қазір адамдардың саны да көбейіп, табиғат байлықтарын пайдалану да бірнеше есе өсті. Адамдардың іс-әрекеті миллиондаған жыл бойы қалыптасқан теңдестікті бұзып, қоршаған ортаны аздырып, өмірге қауіпті бола бастады. Табиғи ресурстардың бірінші белгісі олардың түрі. Бұл белгіге сәйкес олар табиғи құбылыстар, күн энергиясы, жел, мұхиттардағы судың келуі мен қайтуы, өсімдіктер әлемі, жануарлар әлемі, табиғи заттар, су, ауа, топырақ және пайдалы қазбалар, мұнай, алтын, тағы басқа әртүрлі рудалар болып бөлінеді. Сонымен қатар пайдалы қазбалар пайдалануға дайын, көмір, бағалы тастар, тұз және өңдеуді қажет ететін мұнай, синтетикалық тыңайтқыштар болуы мүмкін. Табиғи ресурстардың екінші белгісі олардың қоры. Бұл белгісі бойынша оларды сарқылатын және сарқылмайтын деп бөледі. Табиғи ресурстар дегеніміз не? Табиғи ресурстардың бірінші белгісі қандай? Пайдалы қазбалардың қандай түрлері бар? Табиғи ресурстардың екінші белгісін атаңдар. Екінші белгісі бойынша табиғи ресурстар қалай бөлінеді? Тілдік бағдар. Сөйлемнің бірыңғай мүшелері, сөйлемнің бір ғана мүшесінің қызметін атқаратын, бір ғана сұраққа жауап беретін, көбінесе бір тұлғада бір сөз табына жасалып, бір ғана сөзге қатысты болатын сөздер тобы. Сөйлемнің барлық мүшелері де сөйлемнің бірыңғай мүшелері бола алады. Бірыңғай толықтауыштар. Бай, бейілін, мейірін, сән, салтанат, сейілін, ақыл, күшін, зейінін, ең ақыры төбетін күймен, жырмен мадақтап, бәйіт қылып беретін. Бұл жерде біз бірыңғай толықтауыштарды көріп тұрмыз. Бірыңғай пысықтауыш, ол мойын бұрып, жан-жағына қарады да, түйенің табанындай аяқ қолдарын асықпай, табандықта сермеп жүзіп жүре берді. Бұл жерде бірыңғай пысықтауыштарды көреміз. Бірыңғай анықтауыш, тақыр, адал, ақ ниет адамдардың алданбайсың артынан ерте берсең, яғни бірыңғай анықтауыштарға мысал болады. Айқындауыш, анықтауыштың ерекше бір түрі. Сөйлемде белгілі бір мүшенің заттық, мекендік, мезгілдік, тағы басқа сөзбен түсіндіріп, нақтылап көрсететін сөз я сөз тіркесі. Айқындауыш, айқындайтын сөздермен тұлғалас, қызметтес болып келеді. Айқындауыш құрылысына қарай үшке бөлінеді. Қосалқы айқындауыш, зат есімдердің көбінесе кісі аттарының қосымша сипаты
анықтамасы ретінде жұмсалатын сөздер жамбыл ақын, қамбар батыр. Қосарлы айқындауыш айқындайтын сөзіне қосақталып келіп, оның мағынасын нақтылап тұратын сөздер телефон автомат, батыр ұшқыш. Кейде жазуда арасына дефис белгісі қойылады. Оңашаланған айқындауыш өзі қатысты сөзінен кейін тұрып, көтеріңкі әуенмен айтылып айқындайтын сөздің заттық, мекендік, мезгілдік тағы басқа мағыналарын саралап, дәлдеп, нақтылап тұратын сөздер. Мекей өз туысына, інісіне тамашалай қарады. Бір үйден бір кісінің қасынан мұншалық көп кітап көргені осы. Жазуда екі жағынан үтірмен бөлінеді. Яғни бүгінгі сабақтан алған білімдеріңізді бағдаршам әдісімен қорытындылаңыздар. Пікірлеріңізді комментарийға қалдырыңыздар. Зейіндеріңіз ашылсын. Сіздерге қайырлы білім болсын.